Ал балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыс және әріп деп аталады. Бүгінгі сабақта біздің білетініміз дыбыстың таңбасы әріпті тану, дыбыс пен әріпті бір-бірінен ажырату болады. Өздеріңе таныс болғандағыдай, бүгін біз әріппедегі 42 әріптің дауысты, дауыссыз болып, өзге тілден енген әріптер туралы және екі таңба туралы толығырақ білетін боласыздар. Олай болса, балалар, бізде өкпеден шыққан дыбыс тамақ арқылы және ауыз қуысы, таңдай арқылы тілдің, тістің, мұрынның қатысына қарай шығады екен, балалар. Олай болса, біз балалар дыбысты не істейді екенбіз? Өте жақсы, балалар. Біз дыбысты естиміз және айтамыз. Балалар, біз осы естіген дыбысты қағаз бетіне түсіру үшін бізге таңбалар керек екен. Графикалық таңбалар арқылы біз оны қағаз бетіне түсіреді екенбіз. Осы таңбаларды біз әріп деп атайды екенбіз. Әріпті, балалар, қазақ тілінде бізде белгілі бір бетпен жазылған әріптерді біз әріптердің жиынтығын біз алфавит деп атаймыз. Әріптердің жиынтығын біз алфавит деп атаймыз. Олай болса, біздерде осы алфавиттер дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді екен. Қанекей, балалар, дауысты дыбыстар бізде қалай жасалады екен, балалар? Білеміз ба дауысты дыбыстардың жасалу жолдарын? Олай болса, дауысты дыбыстар бізде өкпеден шыққан ауа ешқандай кедергіге шықпай еркін айтылады екен. Олай болса, біз балалар осы дауысты дыбыстарды айтқан кезде оларды біз созып, әндетіп айталады екенбіз. Ал енді осы дауысты дыбыстар бізде тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып бөлінеді екен. Ал жақтың қатысына қарай ашық және қысаң болады екен. Ерінің қатысына қарай еріндің және езулік болып екіге бөлінеді екен. Ал балалар, біз енді дауысты дыбыстарды атап көрейікші. Бұл дауысты дыбыстар бізде қандай дауысты дыбыстарға жатады екен, балалар? Жуан дауысты дыбысқа жатады екен. Ал енді жіңішке дауысты дыбыстарды айтып көрейікші. Олай болса, балалар, осы жуан және жіңішке дауысты дыбыстарда бізде жұп дауысты дыбыстар деген бар екен. Мысалға, А әрпінің сыңары қай әріп болады екен? О әрпінікі? Ы әрпінікі? Оныңкі? Жіңішке болып. Енді соларға мысал келтіріп көрейікші. Ал, әй. Ал дегеніміз бір затты ұсынсақ, ал деп айтамыз, бір затты беру деген мағынаны білдіреді екен. Ал, әл деген, оны қалай түсінеміз, балалар? Әл деген біздің күшіміз екен, күш қуат екен. Ойымыздағы күшті біз әл деп айтады екенбіз. Ор, өр. Ор десек, ол қандай мағына береді екен? Ор. Дұрыс айтады, шөпті ору деген мағынаны білдіреді екен. Ал өр дегенше? Дұрыс айтасыңдар, шашты өру деген мағынаны. Ыс, оған жіңішке іс. Ал ыс деген бізде оқтың жалынын айтады екенбіз, ыс деп. Ал іс дегенше? Қимыл, әрекет, бір затты істейтін қимыл әрекетіміз екен. Ал он, үн. Он деген біздің тамақта пайдаланамыз, нан пісіреді екенбіз. Ал үн десек, біздің дыбысымыз, дауысымыз екен. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша. Енді дауыссыз дыбыстар бізде қалай жасалады деді, балалар? Дауыссыз дыбыстар бізде өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырап шығуынан жасалынған дыбыстарды біз дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Ал қанекей, дауыссыз дыбыстарды атап көрейікші. Балалар, не себептен уды? Біз жаңа дауысты дыбыстар қатарында да айттық, дауыссыз дыбыстар қатарында айттық. Не үшін уды айтып жатырмыз? Ол дауысты да дауыссыз. Өте жақсы. Дауысты дыбыстарға да жатады екен және дауыссыз дыбыстарға жатады екен. Қай кезде бізде балалар дауыс, у бізде дауысты болады екен.
Удың дауысты болған кезін айтайықшы. Ол у бізде дауыссыз дыбыстан кейін келетін болса, у дыбысы бізде дауысты болады екен. Кәл мысал келтіріп көрейікші, кім мысал келтіре алады? Уға. Дауысты болғанда. Дауыссыздан кейін мысал келтіргенді. Мысалға су деп айтатын болса, у әрпі бізде қандай болып тұр? Дауысты, созылып айтып жатыр. Ал енді ау деп айтатын болсақ, дауыссыз, у дыбысы дауысты дыбыстан кейін келіп тұр. Олай болса, балалар бізде өзінің жасалу түрлеріне қарай дауыссыз дыбыстар бізде қатаң, ұяң, үнді болып үшке бөлінеді екен балалар. Енді балалар бізде келесіне қарайтын болсақ, адасқан әріптер деген бір ойынды ойнатқым келіп тұр балалар. Бізде мына сөздер берілген. Оқып көрейікші, қандай сөздер берілген? Су, тіл, құс. Осы сөздердегі дыбыстардың орнын ауыстырып көрейікші балалар. Қандай сөз шығады екен? Біз, құс. Ал енді орнын ауыстырып бізде қандай сөз шықты? Уыз, леп, сұқ деген сөздің мағынасын түсініп пе балалар? Түсіне алдық па? Қандай мағына шықты мына жерден? Бір нәрсені түсіндік па? Жоқ, түсіне алмадық. Олай болса балалар, бізде берілген дыбыстарды дұрыстап таңбалап жазбасақ, біздер дыбыстарды түсіне ала ма екенбіз? Түсіне алмаймыз. Олай болса, сөздер неден жасалады екен балалар? Сөздер дыбыстардан жасалады екен. Дыбысты біз не істейміз? Айтамыз, естейміз. Ауызбен айтып, құлақпен естейді екенбіз. Ал енді біз сол дыбыстарды немен таңбалаймыз? Әріптермен таңбалайды екен. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, әріптерді не істейміз біз балалар? Оқиды екенбіз. Олай болса, енді біз осыда сендерден мынаны бүгінгі сабақты қорытындылай келе балалар. Біз сөз дыбыстан құралады екен. Дыбыстарды біз айтамыз, естейміз. Дыбыстарды жазуда әріппен таңбалайды екенбіз. Әріптерді жазамыз, көреміз, оқиды екенбіз. Сөз неден құралады? Жарайсың, өте тамаша. Ал балалар, дыбыстарды біз не істейміз? Кім айта қойшы, Расыл? Айтамыз, жарайсың.